Міне Павлодар облысы Екібастұздан 80 шақырымнан аса Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атамыздың басына зиярат етіп келдік. Бұл кісі шын есімі Адам ата. Жаңағы қателеспесем 12-15 жасында Шорманның Мұсасы деген кісі бар осы өңірде, Павлодардың аты шыққан. Содан бата алған. Қалай бата алды десеңіздер, еңлік кебекті жатқа жырлатып, әндетіп, айтып беріп, көңілінен шығып, Шорманның Мұсасы болған. Енді сен бүгіннен бастап Мәшһүр Жүсіп боласың депті. Өле-өлгенше Мәшһүр Жүсіп ол кісіні ардақ тұтып өткен. Міне соның кісінің келдік. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 1888 жылы 1931 жылы дүниеден озған. Өлер алдында өзінің жаңағы зиратын салдырып, жерін қаздырып келген. Мынау Зейнеп деген бірінші ұлы Шәрәпи ағамыздың келіншегі, Мәшһүр Жүсіптің келіні, Мәшһүр Жүсіптің өзі болған. Осы жақта осы кітапты жазған шөбересі бар. Кітабын оқуға кеңес берем. Мәшһүр Жүсіптің Тылсым әлемі деген Каспийде бар. Анау сол кісінің шаңырағы, қара шаңырағы. Осы жерде Ақ Зейнеп келініміз шай құйып, Шәрәпин ұлы екеуі атасының жағдайын жасаған. Негізі көптеген айтатын әңгімелер бар. Бұл кісі жаңағы түрколог дейді, этнограф, көріпкелдігі бар, адам емдейтін қасиеті бар. Айтқан сөздері мірдің оғындай дәл тиетін болған. Дуалы, аузы дуалы дейді ғой. Айтқан сөзі жайдан жай жерге тастанды бола бермейді. Сол бүгін семьямызбен келіп зиярат етейік деп қанша жерден естіп біліп жатырмыз. Ана жаңа бұлағында суға түсуге болады дейді. Ол да ем болады, шипа болады деген әңгімелер бар. Кітабында да бар.